2024 жылды ақпараттан бастау үшін біз ескі чемоданымызды осы жылға қалдырып кетуіміз керек. Себебі биікке ауыр чемоданмен көтерілу әрине қиынға соғады. Ескі чемодан деп отырғанымыз не? Ол өкпе, ол реніш, ол біреуді жек көру, біреуді көре алмай күндеу сияқты біздің қырларымыз. Сөздің шыны керек, сыртқа үңіліп, елдің керек емес болса да өміріне араласып, көрпесін көтеріп, былай сығалап болды ғой өзі. Енді өзіміздің ішімізге үңілетін, жүрегімізге үңілетін кез келді. Бізде 2024 жылға дейін оңаша отырып, өзімізбен сырласуға 28 күндей бар. Ойланыңыз, кімді ойлағанда қаныңыз былай қарайып кетеді, кімді көрсеңіз ашуыңыз келіп, былай көтеріліп кетесіз. Немесе сізге жағымсыз қандай да бір ситуация орын алса, ойланыңыз, неге ол ситуация басқа емес сіздің басыңызда болды? Неге басқа емес сіз ауырасыз? Неге басқа біреудің баласы емес сіздің балаңыздың басында болып жатыр? Неге жарыңызбен ит пен мысық сияқты өмір сүріп жатсыздар? Зерттесе бәрінің жауабы бар. Біз тек зерттеуден ерінеміз де, бір Құдай білер деп жауапкершілікті сөздің шыны керек, Құдайға арта саламыз. Бар жауабы. Ғаламның карма деген, қарымта деген әділет заңы бар. Егер де жарыңызбен ит пен мысық сияқты өмір сүресіздер ме, зерттеңіз. Әдетте өткен өмірінде екі елдің дұшпаны осы өмірінде күйеуі мен әйелі болып келеді. Егер сізді алаяқ бір үлкен сомаға лақтырып кететін болса, тағы да зерттеңіз. Әдетте біз бұрынғы өмірімізде қарыз ақшаны ғалам осылай алады. Барлығының жауабы бар. Егер сіз басыңыздағы проблеманың түйінін шешіп, рух әлемінде бәріміз бірдей нұр екен түсініп, тек қана өткен өмірдің бұл кармалары екен түсініп қалған кезде, ана жек көрген адамыңызбен екеуіңіздің араларыңыздағы белдеріңізде байланып тұрған жіп өз-өзінен үзіліп кетеді. Сөйтіп сіз айналаңыздың барлығын қабылдай бастайсыз. Әрі сізді бағана жек көріп жүрген адам, байқасаңыз өз-өзінен бұрынғыдай тиіскен қояды да, не сізді қабылдап жақсы сөйлесіп кетеді, немесе нейтрально мән бермейді. Осылай екеуіңіз есейген адамдар сияқты әрі қарай араласып кетесіздер, тату тәтті болып, немесе үнсіз, ешқандай реніш жоқ, екі жаққа кетіп қаласыздар. Қазір бұл ғалам заңы, карма заңы деген нәрселерді әлем адамдарының тек 35% ғана түсінеді. Ал 2024 жылы қалған пайыз карма сабағынан өтеді. Одан ешкім қашып құтыла алмайды. Сондықтан қазір түсініп, алдағы жылы жеңіл болу үшін зерттеңіз, ескі чемоданды осы жылға қалдыруға тырысыңыз.